Жас дарынның қолынан туған қазақстандық өнердің заманауи мәнердегі үлгісі. Елордада суретші, мүсінші Сырым Мүсірептің жаңа бағыт атты жеке көрмесі ашылды. 21 жасар шебер ұлттық нақыш пен абстракционизмнің тамаша үндестігін құрған еңбектерін көпшілік назарына ұсынды. Қазақ халқының шежірелі тарихы мен ұлттық болмысынан шабыт алған ол жұмыстарын қылғалам және мүсін өнерінің бірнеше жанрында жасаған. Он саусағынан өнер тамған отандасымыз туындыларына гипс, тас, ағаш, темір сынды түрлі табиғи материалдарды қолданып, бір арнаға тоғыстыра білген. Өнері майталмандары автордың өзіне тән қайталанбас қолтаңбасын тану қиын емес екендігін айтады. Әр жұмыста қоршаған ортаға деген ерекше көзқарас байқалады. Еңбектерінен Сырым Мүсірептің философиялық ойларға тереңінен көсіліп бойлайтыны көрініп ақ тұр дейді мамандар. Жасқа ештеңе байланысты емес, бастысы адамның өзінің жаңағы жігерінде, оның арманында. Яғни ол жігер арман тіпті қара бұлттың өзін жарып өтсе, шуақ болып. Яғни мықты болса, қуатты болса, онда адамға ешқандай кедергі болмайды.